уақытында көбіне өзге елдерге шапқыншылық жасаумен айналысса да, кейбір кезеңдерде қорғануға мәжбүр болды. Бүгінгі видеода қазақ жеріне бөтен елдер басып кіргенде қазақтар қалай қарсы тұрғандығы жайлы айтатын боламын. Достар, егер сіздер YouTube'тан біз секілді табыс табуды үйренгілеріңіз келсе, мен төменде қалдырған сілтемеге өтіп толық ақпарат біле аласыздар. Біздің заманымыздан бұрын 530 жылы қазақ жерінен Кир бастаған 200 мың парсы әскері басып кірді. Парсыларды ол кезде әйгілі Кир деген патша басқарған болатын. Өте талантты Кирдің қолбасшылығымен парсылар Мидия, Бабыл, Парфияны, Герганияны, Ликияны, Бактрияны, Лидияны, Батыс Үндістанды және ондаған кішігірім мемлекеттерді жаулап алған болатын. Кир ең соңғы мықты қарсылас сақтар екенін түсінді. Ол келмей тұрып, сақтар үнемі парсыларға шапқыншылықтар жасап, маза бермейтін. Сол себепті Кир сақтарды алып елінің тұтастығы мен қауіпсіздігін толықтай қамтамасыз етуді қалаған болатын. Ақыры қалың қолмен мықты қару-жарақ асынған парсылар шекарадан асып келгенде сақтарға бұл хабар жетіп, Томиристің күйеуі Рүстем мен баласы Спарғап жауға аттанып кетті. Кир көптеген соғыстарда жауларын жеңіп шыққан тәжірибелі адам болғандықтан, сақтарды соғыссыз жеңу үшін мол дастархан жайып, әскерлері тамақтанып отырған сыңай танытты. Сақтар келіп қалғанда бәрі дереу қашып кетті. Сақтар бізді көріп қорқып қашып кетті екен деп, парсылар қалдырған тамақтар мен шараптарды жей бастады. Әбден мас болған сақтарға парсылар бас салып қырып жіберді. Томиристің күйеуі Рүстем өліп, Спарғап қолға түсті. Содан кейін Кир Томириске күйеуінің өлгенін естіртіп, өзіне тұрмысқа шығуын ұсыныс жасады. Өзін емес елін ауылды көздеп отырғанын білетін Томирис бұл ұсыныстан бас тартып, баламды жібер де еліңе бейбіт түрде қайт, әйтпесе аяғыңды аспаннан келтірем деп ескерту жасады. Бұл уақытта Томиристің баласы Спарғап Кирден қолымды шеш деп өтінді. Қолы шешілгенде жанында тұрған парсы әскерінің қаруын жұлып алып, өз-өзіне қол салып, енді мен арқылы елімді бопсалай алмайсың деп ажал құшты. Баласының да өлімін естіген Томирис сақтардың бүкіл күшін жинады. Сақтарға көмекке Ноғай мен Қарақалпақтардың атасы болатын Сарматтар да келіп қосылды. Сондай-ақ сақтардың әйелдері мен қыздар да қолына қару алды. Бұл бүтін бір ұлттың соғысқа аттануы болатын. Кир болатын іс болды. Енді Томирис ашуланып бүкіл әскерін жібереді. Тікелей соғыста біз көптігімізбен алып қоямыз деп күткен болатын. Сол кезде Кирдің тыңшылары сақтар тау шатқалынан өтіп бара жатыр деп хабар берді. Кир сақтар ашық далада жақсы соғысатынын жақсы білді. Ал тау шатқалы көшпенділер үшін ыңғайсыз, сондықтан тар жерде оларды ұстап алып, шешуші соққы беру керек. Келесіде бұндай мүмкіндік болмайды деп түсінді. Парсылар дереу сақтарды қуып жетіп қалып, шатқалда ақырын келе жатқанда, кенеттен қатты гүрілдеген дауыстар шығып сақтар пайда бола кетті. Бұл парсыларды абыржытып жіберді. Сақтар мыңдаған садақ оғын қарша боратқанда көптеген парсылар дереу өліп түсті. Екінші рет оқ атылғанда парсылар қалқандар мен тау-тастың арасына жасырынып үлгерсе де, көптеген адамы ауыр жарақат алды. Кир дереу есін жинап әскерлерге арнайы бұйрық бергенде, парсылардың садақшылар мен найза лақтырғыштары тәртіп бойынша алға шығып, сақтарға оқ жаудырып олар соққы берді. Жаяу әскерлер үлкен қалқандар мен садақшылар мен найзашыларды қорғауға алды. Парсылардың садақшылары көптеген сақтарды атып түсіріп, олар ауыр шығындармен таудан құлап түсіп жатты. Сақтар бұлай соғысу қиын екенін түсініп, дереу жебелеріне от жағып ата бастады. Қалқанға қадалған жанып тұрған жебелер парсылардың қолдарын күйдіріп, олар қалқандарын тастады. Қалқансыз қалған парсыларды сақтар аяусыз атқылап қырып жатты. Оның үстіне тау басындағы сақтар ауыр тастарды жерге домалатып, олар парсыларды мыжып жіберді. Парсылар қорқып биік тастарға қарай қашып тығылып жатты. Кирдің әскері арасында әскери тәртіп бұзылып, бәрі не істеу керегін білмей қалды. Парсы садақшыларының жебелері таусылып жатқанда, сақтар алдын ала молынан жинап қойып, тоқтаусыз атылады. Бұның бәрін көріп тұрған Кир шегінер жол жоқ екенін көріп, қылышын суырып алып өзі бастап барды. Парсылар ауыр шығынмен сақтарға жақындай бергенде, сақтар тапжылмастан соғыса кетті. Сол кезде сақтардың әйелдері мен қыздары да соғыса кетіп, парсыларды састыртып жіберді. Парсылардан қашып үлгергендерін жолда сақтардың толықтай ауыр сауытпен брондалған ұзын найзалы әскері күтіп алып қырып салды. Нәтижесінде 200 мың парсы әскері тегіс өлді. Тіпті еліне жеңілгенін хабар беруші шабармандар да қалмады. Томирис Кирдің басын кестіртіп, іші парсылардың қанына толған ыдысқа салып, қанға тоймап едің, енді тойғаныңша ше ғой деді.
Біздің заманымыздан бұрын 512 жылы Дарий бірінші бастаған 700 мың парсы әскері басып кірді. Томирис қайтыс болған соң сақтар арасында бірлік кетіп, 3 патша шығып елдің берекесі кетті. Ал парсы елінде Дарий деген адам билікке келіп, ол да Кир сияқты дарынды қолбасшы болумен көзге түсті. Дарий өзіне сенімді болып, Кир 200 мың әскермен келсе, ол 700 мың әскер жинап сақтарды осы жолы мен бағындырам деп жорыққа аттанды. Бағынышты грек шеберлерін алып, Дунай өзеніне үлкен көпір салдыртып, қалың әскермен өткен соң гректерді көпірді қорғаңдар деп қалдырып, өзі қазіргі Украина жерімен жүріп өтіп сақтарға таяды. Сақтар осы жағдайға байланысты құрылтай өткізіп жағдайды талқылады. Сонда да сақ көсемдері ортақ байламға келе алмай бастары бірікпеді. Сақтардың бір топ басшылары: сендер өздерің Иранға қарақшылық шапқыншылықтар жасап келдіңдер, міне соның жауабы, енді өздерің қайтарыңдар, олар біздің жерге келмейінше соғыспаймыз деді. Ал сарматтар бұрынғыдай қолдау көрсетеміз деп мәлімдеді. Сонымен парсыларға жақын сақтар қалай соғысамыз деп ақылдаса келе, ежелгі түркілердің тактикасы бойынша ашық соғысқа шықпай тиіп қашып соғысу керек, олар тым көп деген ұстанымға келді. Сонда Шырақ деген адам шығып: мен елімді қайтсем де қорғап қалуым керек, мен оларды адастырып өлтіремін, тек отбасыма қамқор боламын деп уәде беріңдер деді. Сақ басшылары уәде бергенде Шырақ парсыларды сендіру үшін өзін өзі пышақпен тілгілеп нашар киім киіп Дарийге аттанды. Дарийдің алдынан шыға келіп: мені құтқарыңдар, сақтардан көрмеген қорлығым жоқ, олардан өшімді алғым келеді, мен бұл жердің әрбір шұңқырына дейін білемін, артымнан ерсеңдер айналма жолмен тура сақтардың алдынан шығарамын деп 7 күн 7 түн бойы шөл далаға адастырды. Дарий су тамақ қорынан айырылып ашу қысып ақыры Шырақты өлтіріңдер дегенде Шырақ: жеңіс деген міне осы, мен жалғыз өзім сендерді жеңдім, елім мен жерімді жауға таптаттырмаймын деп ерлікпен қаза табады. 700 мың әскерімен жеңім деп келе жатқан Дарийдің әскерінің жартысын бір ғана сақ баласы осылай қырып жіберді. Әскерінің жартысынан айырылып ашу қысқан Дарий жорықты ары қарай жалғастыра берді. Ал сақтар бір күн ертерек жолда жүріп, арттарынан барлық жайылымдық жерлерді өртеп, құдықтарды толтырып, азық-түлікті жойып жіберді. Ал мал-мүліктер мен бала-шағаларын алыстағы солтүстікке аттандырып жіберді. Парсылар азып-тозып, жан-жақтан қорек іздеп шықса болды, сақтар дереу шауып келіп атқылап іс суытып отырды. Сонда Дарий сақ патшасына адам жіберіп: неге үнемі қашып жүрсіңдер? Егер шамаларың жетсе, тоқтаңдар да менімен соғысқа шығыңдар. Егер шамаларың жетпесе, бізге беріліп қожайыныңа жер мен суды сыйға тартып, менімен келіссөздер жүргізіңдер деп хат жазды. Сақ патшасы бұл хатқа жауап ретінде: ей парсы, мен бұрын соңды ешкімнен қорқып қашқан емеспін, енді сенен де қашпаймын. Мен бейбіт күні қалай жүрсем, қазір де солай жүрмін. Біздің қалаларымызда өңделген жерлеріміз де жоқ. Біз олардың бөлінуінен және қирауынан да қорықпаймыз. Сондықтан сендермен бірден ұрысқа қатысқан жоқпыз. Егер сен бізбен шайқасың келсе, онда біздің ата-бабаларымыздың қабірлері бар. Оларды тауып, оларды жоюға тырысып көр. Сонда сен бұл қабірлер үшін біз күресеміз бе жоқ па білесің деді. Сақтар екінші рет хат жіберді. Онда құс, бақа, тышқан және 5 жебе бар етін. Парсылар шабарманнан бұның жауабын сұрағанда шабарман бұны түсінуге парсылардың өз ақылдары жетеді деп жауап беріп кетіп қалды. Бастапқыда Дарий сақтар маған берілді деп ойласа да, бір кеңесшісі бұның жауабы: егер сендер парсылар біздің жерімізден құс сияқты ұшып кетпейтін болсаңдар, тышқан сияқты жерге кіріп кетпейтін болсаңдар, бақа сияқты суға сүңгіп кетпесеңдер, мына жебелердің астында қаласыңдар деген мағына береді деп түсіндіріп берді. Дарий біраз ойланып, көптеген әскер жоғалтқандығын, оларды қуып жетіп соғысу мүмкін емес екендігін және Кирдің жағдайын есепке ала отырып шегінуге шешім қабылдады. Ол астыртын шегіну үшін түнде жаралы жауынгерлерді лагерде қалдырып: біз соғысуға бара жатырмыз, сендер лагерді күзетіңдер деп қалдырып кетті. Сақтар түнде жағылған от пен адам дауысын естіп, парсылар отыр екен деп ойлап қалды. Бірақ таңертең жағдайды түсініп, дереу Дунайға асықты. Олар тиімді жол арқылы және атты болғандықтан парсылардан бұрын жетіп үлгерді. Сақтардың одақтасы сарматтар Дунайда гректерге жолығып, парсылар сендерді бодандықта ұстауда, олардан құтылатын сәт келді. Өздерің құтылып ары өтіп, көпірлерді қиратыңдар, ал парсыларды өзіміз жайғаймыз деді. Бірақ гректер парсыларды сатпауға қамданып, сарматтарға жарайды деп көпірді қиратуға кіріскен сыңай танытты. Дегенмен олар көпірді қиратпай, сол арқылы Дарий әскерімен тез арада өтіп үлгерді. Бұл жорықта аман қалса да, сәтсіз аяқталғандықтан келесі патшаларға
қазақ жеріне жоламау керегіне үлгі болды. Біздің заманымыздан бұрын 4-ші ғасырда Александр Македонский бастаған грек әскері қазақ даласына басып кірді. Бұның алдында Александр парсыларды күйретіп орасан зор аумақты басып алды. Шығысқа жорығын жалғастырып көптеген қантөгіс нәтижесінде қазіргі Өзбекстан аумағын және соғды халқын басып алды. Кезек қазақ даласына келгенде сақтар қарсы аттанды. Гректер бекініс қалалар соға бастағанда сақтар садақпен аттылап қашып кетіп отырды. Сырдария бойында болған ауыр соғыста гректер тас атқыш құралдармен сақтарды тоқтаусыз атқылады. Сақтар да аямай жебелерін жаудырумен болды. Біздің заманымыздан бұрын 330 жылы грек қолбасшысы Запорион бастаған әскермен болған соғыста сақтар гректердің 30 000 әскерін қырып салып, гректерді ару өткізбеді. Сақтармен болған соғыста гректер жеңіліп, Александр ауыр жарақат алып, олардың ең ірі әскери гарнизондардың бірі жойылып кетті. Көшпенділермен соғысу қиын екенін түсінген Александр Үндістан аумағына аттанып кетті. Ислам дінінің орнауымен мұсылман әскерлері дін үшін соғыс деген ұстаныммен аттанған болатын. Олар қазіргі Өзбекстан және Түркменстан аумақтарын бағындырып, ары қарай қазіргі Қазақстан аумағына келгенде түргештер және хазарлармен кездесіп соғыса кетті. Біресе арабтар жеңсе, біресе көшпенділер жеңіп, алма-кезек ауысып отырды. Осы тұста біз ескеретін маңызды жағдай, арабтар басқа басқыншылар секілді халықты жаппай қырып, зорлап жіберу немесе қалаларды түгелдей өртеп жіберумен айналыспады. Олардың басты мақсаты дін тарату болғандықтан, өздерін үлгілі және дұрыс ұстап халықты ислам дініне тартумен айналысты. Ал Қазақстан аумағына келгенде түргіштер мен хазарлардан ары асқан жоқ. Себебі Алла елшісі оған Алланың игілігімен сәлем болсын, түркілер сендерге тиіспейінше сендер де түркілерге тиіспеңдер деп ескерту жасаған болатын. Сондықтан арабтар кең ауқымды басқыншылық жорық жасамай шекаралық аумақтарда шағын шайқастар ұйымдастырумен шектелді. Қазіргі уақытта ислам мен қазақ халқының жаулары араб құлдар деген термин енгізді. Олардың басты мақсаты қазақ халқын арабтарға бодан болғанда етіп көрсетіп, исламнан бұрып алып кету. Шын мәнісінде қазақ халқы бүтіндей арабтарға құл болған жоқ. Көп ұзамай Қытай әскері басып кіргенде арабтар көмекке келіп, түркі-араб одағы орнап, бірлескен түрде Қытай әскерінің қуып шығуынан түркілер арасында арабтар жақсы көрініп, қазақ халқы өз еркімен ислам дінін қабылдай бастады. Сондықтан араб құл деп жүргендер бос сандырақтайды. 751 жылы шамамен 100 000 Қытай әскері қазақ даласына басып кірді. 8-ші ғасырда түркілердің бірлігі кетіп, Қимақ, Түргеш, Қарлұқ, Хазар деген секілді әртүрлі хандықтарға бөлініп кетті. Бұл уақытта Қытайға сіңіп кеткен түркілік табаштан шыққан Таңөледі батысқа үлкен жорық жасап 749 жылы қазіргі Ташкент қаласын басып алып, ол жақтағы билеушіні өлтірді. Өлген билеушінің баласы арабтардан да басқа түркілерден де Қытайды қуып шығуға көмек сұрап барды. Екі жақта көмектесуге келісті. 751 жылы қазіргі Талас өзенінің бойында арабтар мен қытайлар арасында жойқын соғыс орын алды. Қытайларды арабтардан да жаман деп санаған түркілер соғыстың 5-ші күні көмекке келіп Қытайларға шешуші соққы берді. Біріккен араб-түркі әскері Қытайлардың әскерінің тең жартысын қырып салды. Қазақ даласына келген қытайлар ауыр шығындармен шегінуге мәжбүр болды. Бұл соғыстан соң арабтардың беделі артып, қазақтар ислам дінін қабылдай бастады. Қытай басқыншылығы 1000 жылға тоқтап қалды. Көп ұзамай Қытайда түркілік жауынгер Раушан хан бүлік шығарып, 36 миллион адам ажал құшты. 17-ші ғасырда жоңғарлар күшейіп, Эрдени батыр бастаған 50 000 жоңғар қазақ даласына басып кірді. Жәңгір хан 600 сарбазбен қазіргі Жоңғар алатауына бекініп, алдын ала тұзақ құрып қойды. Жоңғарлар еш ойланбай тау жағалап келе жатқанда қазақтар күтпеген жерден соққы берді. Қазақтардың қолында мылтық болып тоқтаусыз атқылады. Сонымен қатар өте улы түтіндер лақтырып, жоңғар жылқылары жүрген жерлерде тұзақтар іске қосылып жатты. Нәтижесінде соғыстың алғашқы сәтінде ғана 10 000 жоңғар қырылып қалды. Жоңғарлар дереу ашық далаға шегінуге мәжбүр болды. Сол сәтте Жалаңтөс батыр бастаған 20 000 әскер жетіп, есі ауып тұрған жоңғарларға күйрете соққы берді. Жоңғарлар масқара жеңіліспен еліне қайтуға мәжбүр болды. Жәңгір ханның басшылығымен 600 қазақ 50 000 жоңғарға қарсы тұрып, жеңіліске ұшыратқан ерлігіне байланысты халық оны Салхам Жәңгір деп атап кетті. 1723 жылы орыс патшасы Петрдің жоспары бойынша қазақ хандығы құлау керек болатын. Шығыста жоңғарлар басып кірсе, батыста қалмақ казактың біріккен қолы соққы беру нәтижесінде қазақтар құрдымға кету керек деп жоспарланды. Шығыста орта және ұлы жүз қазақтары бірлесіп әрекет жасамай жеңіліске ұшырады. Батыста кіші жүз әскеріне қолбасшылық жасаған Әбілхайыр Жайық бойындағы соғыста Аюкей хан бастаған біріккен қалмақ казак әскерлерін күйрете жеңді. Әбілхайыр мен Есет батырдың соққысына шыдай алмаған Досан Тайшы бастаған қалмақтар шегінуге мәжбүр болды.
Ақтабан шұбырынды кезінде қазақтар батысқа қашқандықтан кіші жүз әскері толығып, қазақтар өздерін мазалап келген башқұрт, қалмақ казактарға тағы да соққы беріп, Есіл, Елек, Тобыл, Жем өзендерін тартып алды. 1723 жылы болған ауыр соғыста Қабанбай батыр бастаған қазақтар Түркістанды сәтті қорғап шықты. Әбілхайыр мен Есет батыр бастаған қазақтар батыста қалмақтарды жеңіліске ұшыратып қуып шықты. Нәтижесінде бәрі Петрдің ойлағандай болмай қалды. Ақтабан шұбырында Алқакөл сұламадан соң 3 жыл өткен соң қазақ басшылары ордабасыда бас қосып, не біргеміз, не тегіс қырыламыз деп барлығы еш араздаспай бірігуге уағдаласып, Әбілхайырды бас қолбасшы деп сайлады. Әбілхайырдың басшылығымен біріккен қазақ әскерлері жоңғарларға Бұланты шайқасында жойқын соққы берді. Жоңғарлар жаппай қырылып, бұл аумақ қалмақ қырылған аталып кетті. Шамамен 1729 жылы болған Аңырақай шайқасында біріккен қазақтар тағы да жоңғарларға күйрете соққы берді. Соғыста қалмақтар қиналып өлгендіктен бұл соғыс Аңырақай аталып кетті. Қазақ жерін өзімізге қаратамыз деген жоңғар хандығы біріккен қазақ әскерлерден бірнеше рет жойқын соққыларға тап болып, көп әскерін жоғалтып, көп ұзамай құлап тынды. Жоңғар хандығы құлаған соң солтүстіктегі қалмақ хандығы үнемі Ресейдің қол шоқпары болып уақыт таппады. Олар да өз мүддесіне сай әртүрлі соғыстарға сала бергендіктен қалмақтар шаршап атамекені бұрынғы Жоңғарияға көшіп кетуді аңсады. Бірақ жолда қазақ даласын басып өту керек болатын. Олар қазақтармен соғысуды қаламай, қауіпсіз жолдармен өтуді көздеді. 1771 жылы 180 мың қалмақ қазақ жері арқылы Жоңғарияға бағыт алды. Ұзақ жылдар бойы қалмақ жоңғарлардан жапа шеккен қазақтар қалмаққа ешқандай аяушылық болмайды деп шешім шығарды. Ең бірінші соғыс Жем өзенінің бойында Нұралы бастаған кіші жүз қазақтарымен өтті. Қазақтар толық жеңіске жетіп, қалмақ басшысы Обашы бітім сұрады, бірақ Нұралы бітімге келмей соғыс қимылдарын жалғастырды. Айшуақ сұлтан әскерлері Сағыз өзенінің бойында қалмақтарға жойқын соққы берді. Қалмақтар шығынға ұшырап, Мұғалжарды айналып өтті. Ең ірі шайқастың бірі Балқаш көлінің маңында болды. Қазақтың біріккен әскері жойқын соққы беріп, қалмақтың негізгі бөлігін қырып жіберді. Ақыр соңында қазақ даласына кірген 180 мың қалмақтың тек 15 мыңы тірі қалды. Қазақтар жол бойы жаппай тонап Моғолжаға тап болды. Қашып құтылғандар Манжур билігін мойындады. Қалмақ хандығы құлауымен қазақтар батыстағы жерлерін қайтарып алды. Нәтижесінде қалмақ хандығының шаруасы бітті. Жоңғар хандығы ыдыраған соң босаған жерлерге қазақтар жаппай қоныстанып қайтып келіп жатты. Бұл манжурлерге ұнамай арада дау туып 1756 жылы 40 мың Қытай әскері басып кірді. Жоңғарлармен ауыр соғыстар нәтижесінде қазақтар біршама әлсіреп қалған болатын және көрші елдермен қарым-қатынас нашар болғандықтан шекараны күзету үшін тұрақты әскер ұстауға мәжбүр болды. Сол себепті бар болғаны 6000 әскер шығаруға мүмкіндік болды. Бұл соғыста Абылай, Қабанбай, Бөгенбай, Ер Жәнібек, Ералы секілді әйгілі тұлғалар қолбасшылық жасады. Қазақтар ашық соғысқа шығуға болмайды деп ежелгі сақ, hun, түркілер секілді тиіп қашып соғысуды жөн көрді. Әсіресе қытайлардың оңтүстіктегі қалаларға жол атпай далада адастыру көзделді. Қазақтар кезінде сақтар парсылармен соғысқан секілді түн ауа не таңсәріде кенеттен шабуыл жасап, артынша із суытып жоқ болып кетіп отырды. Таңсәріде қырау түсіп, Қытай мылтықшыларының порықтары дұрыс атылмады, ал қоян қолтық соғыста мылтыққа үйреніп қалған қытайлар қылыш найзаға шебер қазақтарда жаппай қырылды. Ақыры далада әбден адасып, азығы таусылып, мініс аттарын сойып жеумен болды. Бұлай жүре берсе бәрі өлетінін түсінген қытайлар дереу елге қайту керек деп кері бағыт алды. Қазақтар да бұны түсіп шабуылдауды үдете берді. Қытайлар әбден әлсіреп аштыққа ұшырап бейшара болған кезде қазақтар ашық соғысқа шығып шүршіт қырылған соғысында 40 мың Қытайды аяусыз қырды. Абылай әдейі бір қатарын тірі қалдырып, патшаларына не болғанын айтып барсын деп кетуіне мүмкіндік берді. Нәтижесінде қазақтар 6000 әскермен 40 мың Қытай шүршіт әскерін жеңіліске ұшыратып шығыстағы шекарасын құтқарып қалды. Мен бұның алдыңғы видеоларда бұл жайында толығырақ айтқан болатынмын. Оның үстінде сол жылдар аралығында қазақтарға үнемі жоңғарларды қалмақ, өзбек, қырғыз, башқұрттарды айдап салып әлсіретуге бар күшін салды. Сонда да қазақтар табандылық танытып сырт жақтан келген жауларын жеңіп шықты. Қазақтардың жеңіліске ұшырауының басты себебі ол парақор болыс пен ру басылары мен сатқындардың кесірінен болатын. Қандай да бір батыр не хан шықса, орыстар оларды сатып алуға тырысатын, түк шықпаса қасындағы сенімді адамдарына пара беріп сатып алды. Мысалы, 19 ғасырдағы Жәңгір ханға Жасқұс деген жерге тегін хан сарайын соғып берді. Қазақтардың өз ішінен Бөкей ордасын құрып беріп, хандық ішінен хандық ашты.
Айшуақов Махамбет батырдың басын алғандарға 1000 сом ақша тіккенде қазақтардан құралған жендеттер Махамбетті өлтіріп кетті. Махамбет батыр орыстың емес қазақтардың қолынан қаза тапты. Кенесарының қырғыздардан жеңілуінің басты себебі Орман хан мен Астыртың келісіп алған Рүстем мен Сыпатай деген қазақтар шешуші соғыста өз адамдарын алып бұрылып кетіп қалды. Аз ғана әскермен қалған Кенесары қолға түсіп қайтыс болды. Орыстар қазақтардың көршілерін қазақтарға айдап салу, қазақтарды өз ішінен бір-біріне қарсы қою және парақорлар мен сатқындардың ісін жүргізіп жеңіске жетті. Соның өзінде мылтық пен зеңбірек ұстаған орыс әскері қылыш пен садақ ұстаған қазақтарға көршілерін айдап салғанның өзінде 150 жылда әрең жаулады. Бұл қазақтардың қаншалықты жауынгер болғандығының тағы бір көрінісі. Достар, мен ютубта шығара алмайтын видеоларды телеграмда салатын боламын. Телеграм каналының сілтемесі видеоның астында.